Баршаңызға сәлем. Жазға таптырмас ыстық салат немесе тағам десек те болады. Ол үшін майымызды жақсылап қыздырып, үстіне алдын ала турап қойған пиязымызды салатын боламыз. Пиязымызды жақсылап араластыра отырып, қызғылт түске енгенше қуыратын боламыз. Мінекей осылай қызартып қуырғаннан кейін алдын ала турап дайындап қойған қызанағымызды саламыз. Алдын ала тураған кезде міндетті түрде оның сөлі шығады. Және ары қарай үстіне біраз қасық тұзымызды сала отырып араластырып, бетін жауып баяу отта тағы да қайнатамыз, яғни сөлі жақсы шығу қажет. Мінекей өте әдемі болып қайнап жатыр. Араластырып және тағы да үстіне иісі дәмі керемет болу үшін лавр жапырағын салып, тағы да жауып қоятын боламыз. Енді алдын ала үккіштен өткізіп дайындап алған сәбізімізді қосамыз. Сәбізімізді тек араластырып, тағы да бетін жауып қайнататын боламыз. Мінекей енді ашып, қақпағын ашқаннан кейін тағы да араластырамыз. Міне әдемі болып қайнап жатыр, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді болгар бұрышын, яғни тәтті бұрышты осылай турап ұзынша етіп, жіңішкелеп бетіне саламыз және чесногымызды қосатын боламыз. Үстіне қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Және ащы бұрыш қостым бір данасын. Ол ащы бұрыш өз қалауларыңыз бойынша. Бетін жауып, тағы да баяу отта қайнатамыз. Мінекей біздің ыстық салатымыз дайын болды. Өзіміздің қажетті ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берулеріңізге болады. Дәмі өте керемет, иісі тәбетті ашатын ерекше ыстық салат. Достар, ас болсын жасап көрулеріңізге кеңес беремін.